Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен тауықтан жасалатын пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Достар, тауықтан жасалатын пирог өте дәмді. Ең алдымен 100 грамм сары майды ерітіп алып, тереңдеу ыдысымызға саламыз. Одан кейін 200 грамм сметан керек болады. Шамамен 4 ас қасық сметанды салып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін қоспамызға тұз саламыз және 1 жұмыртқа салып, тағы да 1 келкі масса болғанша әдемілеп тұрып араластырып алатын боламыз. Достар, осы рецептпен тауықтан жасалатын пирогты сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді болады. Міне жақсылап араласып болды. Одан кейін 300 грамм ұнды осында електен өткізе отырып қосатын боламыз. 300 грамм ұн шамамен 1,5 кесе ұн жақсылап енді қамыр илеп алатын боламыз. Ұнымызды салып болғаннан кейін 1,5 ас қасық қосқыш салып жақсылап қамыр илейтін боламыз. Міндетті түрде осылай жасаңыздар. Енді әрі қарай қолмен илейміз. Қолға жабыспайтын, сондай күшті жұмсақ қамыр болады. Достар, осы рецептпен өз құрбыларыңызбен бөлісуді де ұмытпаңыздар. Ол үшін төмендегі поделиться деген белгіні басып, кез келген өзіңіздің құрбыларыңызбен бөлісулеріңізге болады. Мінекей біздің қамырымыз дайын. Енді пакетке салып 15 минутқа қойып қоямыз. Одан кейін оған дейін біз ішіне салатын салмасын әзірлейміз. Ол үшін бізге тауықтың төс еті, 1 пияз, 1 картоп қажет болады. Тауықтың төс етін өте ұсақ етіп 4 бұрыштылап турап аламыз. Пиязды да солай өте ұсақ етіп 4 бұрыштылап турап аламыз. Мінекей пиязды да турап болдық. Достар, бір ескертетін нәрсе, картопты тураған кезде де өте ұсақтап және жіңішкелеп турауға кеңес беремін. Өйткені қатты жуандау болып кетсе, дұрыс піспей қалуы мүмкін. Мінекей біздің салмамыз дайын. Енді салмамызға дәміне қарай тұз, қара бұрыш, паприка себеміз. Өте дәмді болады. Осы үшеуін сеуіп болғаннан кейін үстіне 1 ас қасық көлемінде кез келген сұйық майды қосуға болады. Мен зәйтүн майын қостым. Енді жақсылап араластырып қойып қоямыз. Міне осы аралықта біздің қамырымыз да дайын болды. Қамырды аламыз және ұн себе отырып жаятын боламыз. Қамырды алып, колбаса тәрізді етіп жасап алғаннан кейін 2 бөлікке бөлеміз. Біреуін үлкендеу, біреуін кішілеу етіп бөлеміз. Мінекей видеода көрсетілгендей етіп, осылай бөліп аламыз. Одан кейін кіші бөлігін қойып қоямыз да, үлкен бөлігін жайып аламыз. Өте жұқа етіп жаямыз, противенге сәйкес келетіндей етіп жайып аламыз. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Енді противенге пергамент қағаз төсеп, қамырымызды жайып қойып қоямыз. Осылай қоямыз. Енді екінші бөлігін жайып алатын боламыз. Өйткені ол беткі бөлігі. Противендегі қамырды бөлек қоямыз да, енді аз ғана бөліктегі қамырды жайып, тағы да осы тәрізді етіп, жаңағыдан сәл кішірек болады, жайып алатын боламыз. Ұнды қорықпай себе беруге болады. Мінекей екінші бөлігі де дайын. Енді противендегі қамырымызды алып, ішіне салмасын салатын боламыз. Достар, жиегіне қатты жақындатпаңыздар. Жиегі осындай ашық болу керек. Өйткені қазір біз екінші бөлігін салып, бір-бірімен беттестіріп жабыстыратын боламыз. Міне енді видеода көрсетілгендей етіп, жиегін өріп шығатын боламыз. Достар, міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Мінекей видеода көрсетіліп тұр. Тура осылай етіп, өріп алатын боламыз. Одан кейін бетін міндетті түрде шаншқымен әр жерінен тесіп алуға кеңес беремін. Одан кейін жұмыртқаның сарысын жағып, пеште 180 градуста 50 минутта пісіріп алатын боламыз. Достар, сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді болады. Түскі асқа, кешкі асқа өте керемет. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Мінекей дайын болды. Мен бетіне әдемілік үшін күнжіт дәндерін септім. Сіздер де солай жасап көріңіздер. Енді пешке салып пісіріп алатын боламыз. 50 минуттың ішінде біздің тауықтан жасалған пирогымыз дайын болды. Міндетті түрде сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Достар, өте дәмді, үйдегі отбасы мүшелерінің көңілінен шықты. Мен бірінші рет жасадым. Қамыры енді керемет. Менің каналыма тіркеліп, осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар.